Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Бақыт ол өлшенбес. Шешен сөз ол нұр. Көңіл бой бермес. Көктем көгеріп, өмір жалғасар. Негізі алып қарайтын болсақ, адам баласы өмірінде көптеген әртүрлі іс-әрекеттер жасайды, иә? Адам өмірі жалғасып жатады. Негізі көктем келе жатыр, наурыз келе жатыр. Әр адам өзінің не істегенін, қандай жұмыстар жасады осы бір жылда. Наурыз айында өзіміздің жаңа жылымыздың алдында өзіне отчет беріп бастайды, иә? Сіз өзіңізге не жасап бітірдім, не істедім, қандай жоспарлар құрып едім осы жылға деген сияқты өзіңіздің отчетыңызды дайындап жатқан шығарсыз, иә? Жоспарларыңыздың қанша пайызға орындалғаны, нені орындап үлгердіңіз, не жұмыстарды істей алмадыңыз, қай жоспарыңыз орындалды, қайсы орындай алмай қалдыңыз деген сияқты өзіңізге көптеген алдыңызға мақсаттар қойып, өзіңіздің жоспарларыңызды түгендеп жатқан боларсыз. Негізі адам баласын алып қарайтын болсақ, алдына жоспар құрып, сонымен өмір сүрген дұрыс па деп мен өз басым ойлаймын. Себебі сіз жоспарлаған кезде әр істі міне осылайнан жасаймын, осы уақытта осы жұмысты бітіремін, осыншама кітап оқимын, және де өзім рухани жолда, өзімнің отбасыма пайдам, мемлекетіме пайдам, еліме, жеріме қандай пайдам болды деген сияқты өзіңізге жоспарлар құрып, соның орындалуына өзіңізге мән беруге тырысып бағу керек деп мен өз басым ойлаймын. Негізі алып қарап отырса, мен осы жылы қандай жұмыстар жасадым десем, негізі осы 5 жыл уақытта мен көптеген кимешектер тігіп, өзімнің барған жерімде қазақ аналарына, қыздарына сыйлаған екенмін мыңдаған кимешектерді. Және де көптеген кітаптар жазған екенмін, өлеңдер жазған екенмін, көптеген сабақтар өткен екенмін. Және де өзімнің қолымнан келген іс-әрекеттерімді тырысып бағып, шамам келген істерде болысуда екенмін. Туыстарыма болсын, достарыма болсын, көршілеріме болсын, жай басқа адамдар болсын, болысып бағуға тырысады екенмін. Міне, қымбаттыларым, сіздің де осындай өмірлеріңізде басқа адамдарға болысып жатқан іс-шараларыңыз өте көп шығар, иә? Әрине, білуші бір Алла деп айтады. Сондықтан да әр істеген жақсы істеріңіз сіздердің алдарыңыздан, сіздің балаларыңыздың ұрпағының алдынан шығатынына оған сенімді болыңыздар. Себебі Алла таразысы алдамайды деп айтады, иә? Алла әрқашанда жақсылықты үстіне үлес қосып, жақсылықпен қайтарады дейді. Сондықтан да жақсы істер істеуге асығып, әдемі сөйлеп, әдемі өмір сүруге тырысып бағыңыз, және де өзіңіздің алдыңызға көптеген жоспарлар құрыңыз. Негізі Алланың 99 есімі деп айтады. 99 жоспар құрып, оған бірін қосып қойсаңыз, әрине сіздің жүздеген жоспарларыңыздың 50%-ын сіз сол бір жылда орындасаңыз да, ол өте үлкен жетістік деп мен өз басым ойлаймын. Сондықтан да, қымбаттыларым, бұл өмірде жақсылық жасап, жарысып, әдемі сөйлеп, сұлу да сүйкімді өмір сүруге тырысып бағып, әрине өмір ақ пен қарадан тұрады, бірақ та соның жақсы жағын көруге, қандай да бір сынақтар келсе, ол мені үйретуші, өміріме келген қандай да бір жақсылық деп біліп, менің осы сабақ алуыма, өмірді үйренуіме осындай сынақтар келді деп, ары қарата адымдап, әдемі күнді көруге, жарқырап шыққан әрбір күннің берекесін көруге асығыңыз. Себебі түннен кейін күн ататынын, күн шығатынын, әдемі күндер болатынын біле жүріңіз. Себебі әр адамның өмірінде жарқырап атқан күндері көп болады. Себебі адам баласы болғаннан кейін біздің
өмірімізде әртүрлі іс-әрекеттер болып жатады. Соның жақсылығын алуға, жақсы өмір сүруге тырысып бағыңыз. Негізі айтады, иә, өмір өз қолыңда дейді. Сондықтан да өміріңізді әдемі қылып, сүйкімді қылып, сондай көркем етіп өмір сүруге тырысып бағыңыз. Сау саламатта болыңыз. Сіз әдемі өмір сүресіз, себебі сіз өте мықты адамсыз. Тек қана алға, өмір сіздікі.